қолбасшы күнделігі 74. Парыз. Парыз дегеніміз өзінің мағыналық аясында ақыл, сезім, ерік, абырой, ар-ождан, әділдік, шындық, махаббат тағы басқа да мәселелерді қамтып, оларды адамның қызмет аясындағы келеңсіз құбылыстарға қарама-қарсы қоятын ең жоғарғы интеллектуалдық ұғым. Парыз сезімі дұрыс ұғынған адам еш уақытта да қорқақтық пен опасыздыққа жол бермейді. 72. Ар. Ар жақсылық пен зұлымдықты, шындық пен жалғандықты, әділдік пен әділетсіздікті тағы қамтитын адамгершілік ұғымы. Ар парыз қадағалайды, адам қызметін реттейді, адам қандай нәрседен өз бойын аулақ ұстауы керек екенін айқындайды. 73. Абырой жеке адамның ар-намысын ұғыну деген сөз. Абыройдың жоғары моральдық рухты сақтау жолында өз өмірін қиюға дейін баруға ниет ету намыс деп аталады. Қазақта өлмен ұят күшті деген сөз бар. 74. Ұят жасаған әрекетінің жөнсіздігін түсіну деген ұғым. Намысқа кір келтірушілік, моральдық рухтың асқақтығын қорлау, масқара болушылық. Қазақтар арыннан жанын садақа дейді. 75. Сенімділік соғыс пен ұрыстағы сенімділік дұшпаннан басым түсу сезімі. Өзінің жеке басын ар-намысын сезіну. Сенімділікке ісі білу мен жауынгерлік рухты көтеру арқылы қол жеткізеді. Қолбасшы күнделігі Бауыржан Момышұлы.